21 ғасыр күллі құндылықтардың қайта сарапталатын уақыты. Адамзат санасы жаңғырып, жаңа биікке көтерілетін кезде оның рухани қажеттілігі де кемелденіп, түрленуі заңдылық. Өнер атаулыны шырқау үшін саналатын сөз өнері де күрделі трансформация кезеңінде. Бүгінгі дәрістің тақырыбы осыған байланысты ой қорытқым келеді. Енді өнер адам жанының көркем өнімі саналатын өнер атты құбылысқа заман ойшылдары әртүрлі анықтама берген. Аристотель үшін өнер еліктеу болса, Толстойша адам өмірінің қажетті шарты. Қорқыт бабамыз ажалды өнер арқылы жеңуге талпынған. Не де болса өнердің өмірімізде алатын орны ерекше. Ол бұрын да солай болған, қазірде сол қалпынан ажыраған жоқ. Ал қазір дегеніміз не? Енді мынау қоғамдық формациялар өзгеріп, уақыт өзгеріп, жаңа ғасырға еніп жатқан тұста, құндылықтар өзгеріп жатқан тұста, өткен замандағы маңызы, келешектегі келбет туралы барлау жасау мәдениетті қоғамның үлкен бір мәйекті тақырыбы болуға тиіс деп ойлаймын. Адамзат тарихына өнердің қажеттілігі жайлы сұрақ қайта-қайта көтеріліп отырған. Өнер бізге не үшін керек? Онсыз өмір сүре аламыз ба? Ал сонда тереңірек неге деген сұрақ қойылғанда ойымыз 10 саққа бөлінеді. Ертеректе өнерді білім мен тәрбиеге қосалқы құрал ретінде ғана бағалады. Жеткізу үшін шындықты өтірік қосты маздаған деген Қадыр Мырзалы ағамыздың өлеңіндегідей өнерді адамгершілік пен даналыққа жеткізер бал қоспа деп санаған. Тіпті 18 ғасырдың соңында ақындар оны дәл осылай сипаттап, халықты алдап құтқару идеясын алға тартқан кезеңдері де бар. Так врач болящего младенца пред устами склоняет по краям напитанный сластями фиал, где горький сок обманутый пьет, и жизнь ему обман невинный сей дает. Освобожденный Иерусалим деген еңбегінде Тассо осылай жаңағы айтат. Бұл енді Межляков деген үлкен ақынның аудармасындағы орыс тілінде солай бізге жеткен. Антикалық дәуірден бері өнерді адам тәрбиесінің құрал деп қарағандар аз болмаған. Әдебиет сабағында біз үшін әлі күнге дейін біреу батыр, ойшыл, елін сүйген тұлға, ал енді оған еліктеуге болады. Ал екіншісі теріс жолға түскен біреу. Бұған ұқсамаңдар деген секілді дүниені біздің алдымызға тартты, санамызға құйды. Бұл енді жаңағы педагогикада да осы ұстанымды жоққа шығара алмайды. Осы орайда өнердің өзі мақсат бола ала ма деген сауал туындайды. Бұл сұраққа хакімдер жауап беріп үлгерген. Солардың ішінде мынандай ой бар: өнер ешқандай мақсатты көздемейді. Ол өзіне өзі қызмет етеді. Біз мұны көбіне эстетизм, таза өнер деп айдарлаймыз. Шынында да мұндай көзқарас көбіне саясаттан, ғылымнан, пайдадан аулақ болуға шақырады. Алайда осындай түсініктің тереңірек негіздері бар. Осы тұста алдымыздан тағы бір сауал кесе көлденең шығады: өнердің өзі ізгі нәрсе ме? Бұл сұраққа философия тарихында мынандай жауап берілген: өнер көркемдік, шеберлік, әсемдік, адамгершілікпен байланысты емес. Ізгілік маңызды нәрсе, бірақ ол өнерді құрал ретінде пайдаланады және өнердің өзінен тыс тұрады. Бұл сұрақтың өзінің өте маңызды бір қыры бар. Ол дін мен өнер. Бұл хақында әдебиетші Лотманның пікірін айналып өте алмаймыз. Дін мен адамгершіліктің өнерсізде дербес құндылығы бар, бірақ олар оны пайдаланады. Мұнда да біз өнерді құрал ретінде көреміз. Осы тұста біз аса маңызды сұрақпен бетпе-бет келеміз. Өнер өте қауіпті болуы мүмкін. Бұл қару, ол атылады, бірақ кімді атады? Бұл енді оның кімнің қолына түскеніне байланысты. Көптеген ойшылдар көне заманнан бері өнерге сақтықпен қараған. Мұнда біз антикалық философ Платонды еске аламыз. Сондай-ақ Лев Толстой сияқты ойшылдарды да атап өтуіміз керек. Бұл сауатсыз адамдар емес, бұл адамдар өнердің аса қуатты қару екенін, оның әртүрлі қолдарға түсу мүмкін екенін жеткізген. Ал Кант өнер тек ізгі қолдарға ғана түсуі мүмкін. Ал егер ол ізгіліктен ада қолдарға түссе, онда ол өнер болудан қалатынын айтады.
ораза намаз тоқтықта деген сөз бар. Кей кісілер әлем халқы соғыстан көз ашпай жатыр. Балалар аштан бұратылып жатқанда қайдағы өнер дейді. Рас, бұл сөздің де жаны бар. Бірақ қазақ сөз қадірі, өз қадірім болмаса өнер алды қызыл тіл деген сөзбен әспеттейді. Шашуба малға кедей болғанмен әңгебаймын десе Қасым Аманжолов өлеңнің отын жағып жылытамын өзімді, әйелімді, жас баламды дейді. Пушкин слова поэта суть его дела дейді. Поэзия іс әрекет. Демек Гамлет айтатын жай ғана сөздер емес. Бұл Ахмет Байтұрсынов айтатын асыл сөздер, асыл сөз. Өнермен қолы бостарға айналса деген түсінік әуелден бар. Ежелгі фольклорлық кезеңде көптеген халықтың ақындары көбіне соқыр болған деген әңгіме бар. Өткен ғасырда реалистік бағытта ойланған ғалымдар бұл қисынды нәрсе. Себебі соқыр адам пайдалы ештеңе істей алмайды. Сондықтан да ол ақын. Мысалы Гомер соқыр болған, соғыс алмайды, сауда жасай алмайды, теңізде жүзе алмайды деген секілді жаңағы сондықтан өлең шығарады деп шорт кескен. Бірақ 19 ғасыр адамның позитивтік көзқарастарының тұжырымы. Құдай адамзат пен пайғамбарлар арқылы ақындарды дәнекер етіп сөйлескен. Ақындар айтып өтеді арманын бүкіл пенденің дейтін Серік Ақсұңқарұлы осыны меңзесе керек. Сондықтан жаңа біз әдебиет жас кезімізде, бала кезімізде оқыған осы біздің ағаларымыз, жаңағы ол жастар болсын, басқалар болсын, қадыр ағаларымыз болсын, осы біздің формацияда, біз көрген формацияда осында біздің қатарларымыз отыр. Осы жаңағы соқыр адамды болмаса қайыршы туралы осындай біздің кеңестер уақытында сол тақырыпқа барудың өзі аса бір қиын дүние секілді елестейтін. Жаңағы ағаларымыздың өлеңдерінде бүйткен өмір құрысында түгедеп қайыр сұрап отырып онда мүгедек деген секілді өлеңдерді жаттап өстік. Менің ойыма бір авторы белгісіз деу бір ақынның қайыршы туралы өлеңі түседі. Аяушылық ащызаммен тоғысқан басқа бір ой емелейді басыма, Мересеев аяқсыз-ақ соғысқан жауларына деген ұлы кекпенен, Гомер ақын соқыр еді жасынан, керең болып қалған еді Бетховен дейді. Мәселен, өнер бастан кешпегенді бастан кешу, тәжірибесі жерде тәжірибе алу мүмкіндігі. Бұл өлеңге де қатысты. Сіздің алтын орда заманын көзбен көре алмайтыныңыз белгілі, бірақ Мағауиннің атақты осымен аттас шығармасын оқып, хандық дәуірді ішінде жүргендей хал кешесіз. Болмаса Даниэль Дефоның Робинзонмен бірге елсіз аралға тап болып, түйсігіңізге түнемеген сәттерге кезігесіз. Бұлайша айтқанда күнделіктен мүлде басқа өмір сүресіз. Осылайша бірнеше өмірді сүріп тастауға мүмкіндік аласыз. Соның бәрі сіздің санаңызға тәжірибе болып жинақтала береді. Ал шын өмірде пластинканы қайта ойнату мүмкін емес. Әр жаңа жағдай мүлде басқа. Біздің үлкен қасиетіміз болашақты үнемі өткен шақ арқылы түсінуімізде. Сондықтан да жасалып қойған өнер арқылы енді жасалатұғын өмірімізді бағдарлай аламыз. Қазақ ақындық өнерді өзінің бастау арнасын, асыл өзегін арғы арналардан алады. Арғы тарихтың бедерінде ден қойсақ, жыр ауызша әңгімелерінде өлең өнердің үлгі өрнегі молынан ұшырасады. Анахарсистен бергі қарай тартқанның өзінде асыл сөз арналары, көркемдік кеңістігі, мың сан бояу өрнектермен назар аудартады. Әрбір бедер баршасында өлең өнердің құбылысты көріністері, ән сазына, сезімге, тасқа қашалған дастандар, оның өзегіндегі елдік, ерлік шежірелер, асыл мұраттар, еңбек болмысы, дәстүр тағылымы, өлең жыр дастандарының асыл арнасын құрайды. Ел әдебиетінің бірлігіндегі даму үдерістерінен өлең өнердің табиғатын, өлшем өрнектерін, қысқасы поэзия парасатына тән белгілі ерекшеліктерін молынан ұшыратамыз. 20 ғасырдың 80-ші жылдары, 70-80-ші жылдары қазақ әдебиеті үшін үлкен олжалы жыл болды. Кеңес билігінің іргесі сетінеп, азаттық арманның кернеуі күннен күнге
күшейе түскен тұста біздің қатарларымызда осы өнер, өлең өркесіне келді. Ұлттық рухқа суарылған жас ақындар өнер кеңістігінде елеулі деңгей көрсете білді деп ойлаймын. Жаңа мазмұн, өзгеше пішінде құрылған эксперименттер арқылы сол уақыттағы жабық тақырыптарға қаймықпай қарсы шықты. Сол жылдары қазақ поэзиясының бақанын көтеріп, керуенін бастап келе жатқан Сырбай Мәуленов, Ғафу Қайырбеков, Тұманбай Молдағалиев, Қуандық Шаңғытбаев, Қадыр Мырзалы, Олжас Сүлейменовтердің қатарында теңізге құйған бұлақтай бір топ жастар да келіп қосылған болатын. Бұл енді ана өлара мезгілде өмір сүрген өз қатарларымды айтып жатырмын. Қазір 60 пен 70-тің ортасындағы үлкен буын. Осы біз одан жаңағы толқындардан кейін Кеңшілік Мырзабеков бастаған, Жарасқан Әбдірашев бастаған ағалардың ізін бастық, соларды көрдік. Сонымен олардың үлкен бізге әсері болды. Белинскийдің бір сөзі бар. Бұл поэзия ақындық деген ұжымдық құбылыс дейді. Ақындық ұжымдық құбылыс Пушкиннің маңайында Туманский, Богданович, Дельвик, Козлов секілді ақындар болды. Бірақ солардың ортасынан Пушкин шықты дейді. Бұл менімше жаңағы кісі атап отырған ағаларымыздың қазақ өлеңінің тұтас көш керуенінің бір-біріне әсер еткенін, соларға іні бола алдық деп ойлаймын. Мына әдебиеттегі толқындар арасындағы осындай дүниелер әсер етпей қойған жоқ. Солардың бәріне іні болдық, солардың бәрінің қасында жүрдік. Қош сонымен 20 ғасырдың соңғы ширегінде қазақ поэзиясы қалай дамығанын сіздер де жақсы білесіздер. Бірақ енді ол кездегі үлкен бір қиыншылық, мына формациялар ауысып, нарықтық жағдайға көшкен кезде біздер қатарлардың кітаптары шықпады. Жаңағы ұзақ уақыт сол жаңағы денің тұманды бір кезеңдердің ортасында жүріп қалдық. Енді шын мәнінде өлең деген, поэзия деген ғайып дүние. Оны аян десеңіз де, шабыт десеңіз де, болмаса пайғамбарлық уахи десеңіз де болады. Енді өлеңнің мысалы Пушкиннің бір сөзі бар. Өлеңнің бастапқы екі жолын бір шумақтың ақынның өзі жазады, соңғы қатарын Құдай жазады деп. Сол айтқандай, жаңағы Мұхаммед пайғамбардың айтты дейтін хадис бар ғой, менен кейін де ақындар келеді деп. Сол шығармашылық эволюцияны, шығармашылық бедерді бүгінгі осы ақындық рухты солай бағалаған дұрыс шығар деп ойлаймын. Сол жаңағы ізгілік елшілерінің жүгін ақындар, қай қоғамда да ақындар бөліп көтерген. Мен бір Содом мен Гомор атты поэма жаздым, осында біраздарыңыз білесіздер. Сол бүгінгі тақырыптың айдары қаламгер ұстаханасы болғаннан кейін мен бір екі шығармам туралы айта отырып, осы сөздерді жалғағым келеді, ойымды жалғағым келеді. Ақындық рух әрдайым тәңірі тылсым әлемді аңсап тұрады. Сондықтан қалам иелері Құдай хақында алғаш ойланып дәріптеген пайғамбар ізбасарлар деп айта аламыз. Осы қасиетті 4 кітапты қарасаңыз, Інжіл, Забур, Тәурат, Құран, осылардың бәрінде де адамзат баласының бір ізгілікке, парасатқа, жақсылыққа, махаббатқа бастайтын ортақ жаңағы арналары бар. Соны айтып тауысу тіпті оңай емес. Сонымен Інжілдің ішкі аятынан шабыт алған шығармалар, мысалы Дантенің құдіретті комедиясын, Гетенің Фаустын, Андерсеннің ертегілерін жатқызуға болады. Құран рухымен ұштасқан көркем шығармалар аса көп. Мысалы ислам әлемінің мәдени құндылықтарын айналған аңыз, әпсана, қиса дастандардың дені Құран мәтіндерімен, ішкі тінімен астасып жатса керек. Оның ішінде Мың бір түн ертегісі, Жүсіп пен Злиха, Мұхаммед пен Хадиша, енді осы секілді сюжеттік ислам руханиятының жауһаздары болып есептеледі. Барлық киелі кітаптарда поэтикалық құрылымы, пәлсапалық қисыны бөлек азаматтық қоғамның заңнамаға негізделген қалыптасқан жүйе болады. Бұндай жүйенің әлеуметтік табиғаты басшы мен оның қарамағындағы халықтың арасындағы бұйрық сипатында анықталады деп ойлаймын. Айталық, ардан кетіп
шариғат аттаған қылмыскерді шариғат заңы деп жаңағы құн төлетуден бастап өлімге кесуге дейін жаза түрлерін қолданған. Інжілдегі Содом мен Гоморра апаты хақында баян әлем әдебиетінің ең маңызды оқиғаларының бірі болып саналады. Осы Содом мен Гоморра жалғыз Інжілде емес, негізі Інжіл кейіпкерлері секілді көрінгенмен, аңыз көрінгенмен, бұл біздің Құранда да, Тәуратта да осыған байланысты аңыздар аз кездеспейді. Сонау бір жылдары Иордания корольдігінде болдым. Сонда өлі теңіздің жағалауында дейді ғой, бір Израильде жерінде деп аталады. Енді бұл қай жерде болса да өлі теңіз жағалауында бірнеше күн болдым. Соның бархандарын көрдім, құмдарын көрдім. Сонда осы жаңағы Содом мен Гоморра аңызын сол 12-ші жылдан бастап жаңағы өзім кішкене зерттей бастаған уақыттарым болды. Енді жалпы анау ұстахана дегеннен кейін осы шығармаға бару, бір 30 беттік шығарма жазып шығу үшін ондаған жылдар кететінін айтқым келген. Осы жерде сол жаңағы анау Ефрат өзені, Шығыс Анадолы, Арабия түбегі, Африка материктің солтүстік батыс бөлігіндегі ежелгі әлемнің ең ірі өркениеттері пайда болған адамзат тарихынан белгілі. Тарихта осы жерлерді мекендеген барлық халықтарға Алла тағала адамдарға дұрыс жол туралы хабарлаған, өз елшілерін жібереді. Сондай жаңағы өлі теңіз жағасындағы жаңағы Лот пайғамбар уақытындағы қарғыс атқан қалалар ретінде Содом мен Гоморра қарастырылады. Осы жерде жаңағы бұл үлкен фольклорлық мұра секілді көрінгенмен, бүгінгі күнге оның үлкен шындықтары бар. Мәдинеде Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда Пірбекет деп айтатын қазақы дәстүрде жатқан секілді. Енді осы бір поэманың беташары сол жаратқаннан медет тілеуден басталып еді. Әлгіндей ұлы тақырып, үлкен тақырыпқа барарда ақынның жаңағы сүйенері тәңіри шындықтар, бабалардың шапағаты деп ойлаймын. Дүниенің жиналып бар сұмдығы, ғасырлардың қойнында жаншыл дүні, саналыға селтетер сөз бастадым, қаламыма тәңірдің тамсын нұры. Осы сюжет поэманың екінші бөлімнен, негізгі сюжет екінші бөлімнен басталады. Әзіреті Ыбырайым жары Сара және інісі Лұтты ертіп, Бабылдан Харонға жолға шығарады. Ыбырайым сонда қалады, Лұт Содом шаһарына барады. Кейін інісіне Ыбырайым секілді пайғамбарлық аманат жүктеледі. Оның міндеті өлі теңіз жағасындағы осынау елді Құдайдың алтын шынжырына жалғау. Ол дегеніміз жаңағы әбден тойынып, мастанған, арақтың, шараптың, жаңағы небір ібілістердің мекеніне айналған Содом Гоморра қалаларын құтқару бұл кісілердің жаңағы аманатталған. Сонда адамзаттың шайқалып тұнығары көз алдымда дүние құбылады. Қатынының қатыны төсін жалап, еркегі мен еркегі ылығады. Енді сол аңыз бүгін бізге жетті. Бұл аңыз туралы әлемде небір үлкен шығармалар жазылды. Ол шығармаға осы Анна Ахматовалардан бастап осы үлкен 20-шы ғасырдағы ақындар, оның алдындағы ақындар барып тұрды. Енді сол осы жерде жаңағы пайғамбарлықтың сол кездегі ортаның аңыз болса да, сонша бір үлкен жаңағы шындығы біздің уақытымызға дейін жеткен үлкен ойлары бар деп ойлаймын. Бірақ сол зинақор халық жаңа 3-ші бөлімде Шұғыра сүресіндегі аятпен басталады. Сонда бірақ Содом жұртшылығы оның насихатына құлақ аспады. Бәз біреулер оны пайғамбарлық уағызында фәнилік мүдде жатыр деп топшылайды. Сондықтан Әзіреті Лұт оларға: «Уа жұртым, әгәр ки тобаға түспесеңдер, жағдайларың тіпті қиындайды, мәңгілік азапқа ұшырап, мына азғын істерінің сазайын тартасыңдар. Одан да қадір халдерің аманда тобаға келіп, жаратушыға бас иіп, адамшылыққа бет бұрыңдар. Осы уағызымның астарында дүниелік пайда жатыр деп ойламаңдар.
Мен бұл ісім үшін ештеңе дәметпеймін. Себебі менің ақым Алла тағалаға ғана тиесілі. Алайда зинақор халық бұл сөздерді мүлде қабылдаған жоқ. Пайғамбардың өзіне қарсы шығып, оған екіленіп кетті. Одан қалмай ерегіскен күйде, әй Лот, мықты болсаң Құдайыңның қаһарын көрсет бізге, азабын төндір, біз сенің сөзіңе иланбаймыз деген секілді жаңағы әзіретті Лоттың айтқандарын мансұқ етті. Пайғамбар, мүбәрәк пайғамбар халқының мұндай рәуіштегі сөз жаңағы топшылауларын байқап, оларды тура жолға түспейтінін ұғады. Құранда айтылғандай, олардың жүректері қап-қара мөр басылған, көздері перделеніп, құлақтары естімей қалған адамдар болған. Енді осы Хақ тағалаға Тәңір мені жөнінде отбасымды мыналар зұлымдықтарынан құтқар деп дұға қылады. Әрі қарай Лот пайғамбарды құтқару үшін көктен жерге түскен періштелердің жайы баян етіледі. Осы тұста поэманың маңызды кейіпкері бой көтереді. Ол Лоттың зайыбы Уақила еді. Сыртқа шығып жар салыпты Уақила, үйімізге қонақ келіп қалды деп. Әрі қарай Уақиланың портреті. Хақ пайғамбар қатын еді Уақила, сайтан ойға жақын еді Уақила. Бұлдағы бір хатқа түскен оқиға имандының тырнағына татима. Осы тұста Уақиланың протагонистік позициясы анықталады. Пайғамбарлар Алланың дәргейіне кешулі болғанмен, олардың жарларының бәрі тақуа емес еді. Лоттың жағдайда тура сол кезде сондай. Бір кезекті деталь, Хауананың адам атаны бұйырылмаған жемісті жеуге шақырғанындай болып көрінгенмен, екеуінің мәртебесі жер мен көктей. Уақила дәл осы әрекеті кейін бақытсыздығының себепшісі болатынын астыртын ұқтырады. Уақиланың хабары желдей тарайды. Азған жұрттың барлығы анталап Лоттың үйіне келеді. Бәрінің де ойында, әй Лот, есігіңді аш, қонақтарыңды бер бізге деп айғайлайды. Осы орайда қонақ жайлық туралы мәселе. Енді ел ішінде қонақ жайлық Ыбырайым пайғамбардан қалған деген сөз бар. Қонақ үйіне келіп түссе, үйдің иесін оның амандығына басымен жауап беруге тиіс. Дәл қазіргі жағдайда Лот дәрменсіз. Қош ентелеген көп дұшпан есіктен кірмей қойсын ба? Лот аш есікті, кірсін мына пенделер, өзіне тиісті жазасын тартады, әлі өздері деп дейді азап періштелері. Құлы ашылады, бірақ анталаған, азған ел еркектер кіреді де періштелердің нұрларынан көздері қарауытып көрмей қалады. Бұл да бір символдық мән. Асылында олар бұрыннан соқыр еді. Оларды көкірек көздері әлде қашан шер басқан. Талайдан тайраңдаған мына халыққа бұйрық түсті. Сол сәтте дүниеде болмаған үлкен апат болады. Кеш бата отбасыңды алып Лағанет қаласынан тезірек кет деп ескертті періштелер. Олардың мұндағы келуіндегі басты мақсатта осы еді. Соңғы бөлім, келесі бөлімде Ғайсақ пайғамбардың нәпсісін жүгендеген адамның Тәңір алдында мәртебелі болатындығы жөнінде айтқан хадистен эпиграф алдым. Осы бөлімде шегініс жасап, оқырманға ой қорытып алуға мұрсат беріледі. Қара түнек, түнеген мұнараға, қайдан, қашан келгенмін бұл араға, құлан көрдім құдыққа құлап өлген, жылан көрдім түсімде шұбарала. Осы тұста түстегі символдық бейне және жылан мотиві турасында сөз ете кетсек болатын шығар. Психоанализдің негізгі қалаушы Фрейдтің пікірінше, түс бұл біздің санамыздың оқиғалары бейсаналық түрде өңдеу тәсілі. Бірақ түстердің символикалық түсінісу арқылы біз ең терең қорқыныштарымыз бен тілектерімізді түсіне аламыз. Мынау осы жерде жаңағы түсті жорудың маңызы да үлкен. Олар жылан мотивтерінен түстері мағынасы туралы әртүрлі көзқарастарға ие болады. Фрейд түс рәміздерінде тұрақты мән беруге бейім болды және оларға жыныстық сипаттағы түсініктемелерді жиі берді. Осының бәрі біздің қалауымыз бен құмарлығымызға байланысты деп есептеледі. Осылайша жылан образы мені тастап кетіп жатыр. Мен тым көп дайындалып қойыппын да. Осылайша жылан образы қолданылғанын байқауға болады. Әрі қарай түстегі сұмдығы тіпті күрделене береді. Ілеспесе толқыным бір ағынға,
қос бүйірді таянып тұрамын ба, құлан көрдім құдыққа құлап өлген, құрбақалар ойнаған құлағында. Поэмаға тән сипаттың бір әңгімелеу, алайда монотонды мәтін оқырман қауымды жалықтырады. Мазмұнмен алыстатып алатын болған соң, оқиғаның уақыты мен кеңістігін ауыстырып отырдық. Поэма желісі Лот пен Уақиланың бейбаян қатынасының баяндай келе осы оқиғаның Адам ата мен Хауаны оқиғасына аялдайды. Енді осы бұны бәрін айтып жатқаным жаңағы шығармаға барудағы Содом мен Гоморра поэмасының 5-ші бөлімі ебі-желі соққанда деп аталады. Жоңғар қақпасынан дамылсыз соғатын дауылды желді халық осылай атап кеткен. Поэманың бұл мезетінде пайымсыз патшаның ебі-желін бітегісі келген әумесерлігі хақында баяндайды. Үңгірді таспен толтырғаннан кейін патша оның әскері аста төк мейрам жасайды. Бірақ табиғат адамдардың санасыз әрекетін көтере алмайды. Дауыл алдындағы тыныштық бұлай бейнеленеді. Бір тыныш күй кешпеген өңір едің, деді патша, риза бол төңірегім, жел иесі оянып қаһарланып, соқтырдай бір сол замат ебі желін. Ебі желі үңгірді үрлегенде патшаның желпітеген тастары өз бастарына жауыптымыз. Осылайша табиғат заңына қарсы келген тасыр мінез, тас шауғырлар жаратушының кәріне ілігеді. Сайып келгенде ебі желі соққанда өлеңі жаңағы поэмаға кіріп тұрған бір бөлім ғой енді. Өлеңі ортақ оқиғадан оқшау болғанмен ойдан оқшау емес. Мұнда да өзінің ұлы табиғат алдындағы дәрменсіздігінен ғапыл адамзат менмендігі мансұқталады. Адам болған соң адам болмыста тән тағы бір сипат ұмытшақтық. Оның жақсы мен жаман тұсы болады. Жақсы адам белгілі бір мезгілден кейін қайғыны ұмытады. Олай болмаса адам біткен қыршыннан қиылар еді. Жамандығы ұмытшақтық адамды ғапылдыққа келіп соғады. Ал ғапылдықтың арты өкініш. Сол себепті Алланың елшілері халыққа әлімсақ уәдесінің үнемі еске салып отырады. Бұхара сүресінің 44-ші аятында бұл туралы: сендер ел жұртқа ізгілікті бұйыртып, өздеріңді ұмыт қалдырасыңдар ма? Өздерің кітап Тәуратты айтып отыр. Оқисыңдар, еш ақылға салып ойланбайсыңдар ма деп айтылады. Бұдан басқа аяттарда да осындай ұмытшақ жаратылыс екенін ескеріп отырады. Лоттың жарын еске алыңдар дейді Інжілдің ilk аятында, Лука аятында. Расында Лоттың әйелі кім болған? Оның әлпеті қандай? Нәсілі нешік? Ол туралы бізге беймәлім. Біз тек те оның Лотпен бірге шайтан шаһарын тастап шығып, ескі күндегі есіргі сәттеріне қимай жалт бұрылған сәтін көреміз. Содом мен Гоморраның аңызында Содом мен Гоморра қос қала отқа оранады. Жалғыз Лоттың ғана отбасы жаратушының фазылымен құтқарылады. Лот пен Уақиланың қолынан ұстаған періштелер оларды қаладан алып шығады. Арттарыңа қараушы болмаңдар дейді періштелер Лоттың отбасына. Бірақ Уақила ол ескертуді ұмытып кетеді. Құдайсыздар қаласын қиялмай тұр. Жұмақ мекен осы деп қиялдаған. Соңғы рет жалт бұрылғанда Тәңірі оны дүз мүсінге айналдырып жібереді. Жаратушының жазасы өлең тілінде былай бейнеленеді. Қыран құстың қиясы құздан болар, қарашада қақ тұрса ызғар қонар, ес адасқан ессіздің ескерткіші мұздан болар, немесе тұздан болар. Енді аталған оқиғаның танымдық тамырында барлау жасасақ, Уақила неге шайтан шаһарын қимай қалды? Ол пайғамбардың жары бола тұра неге құтқарылмай қалды? Уақила мен Құдайдың арасындағы байланыс қаншалықты берік еді? Осы сұрақтарға жауап іздеу үшін біз біраз оқиғаларды жаңағы сол жерде баяндап кеттік. Енді өлең барысында жаңағы Анна Ахматованың Лоттың жары өлеңінен эпиграф алған болатынбыз. Онда әйел жанының жаңағы Дегдар мүсінші бір-ақ сәтте көріп өлу үшін құрбан болған Уақилаға туралы айтылады. Анна Ахматова мұнда Інжілдегі ізгілік уағызынан гөрі жалпы әйел затына байланысты
дүниелерді қарастырады. Мұнда басты деталь Содом емес, Лоттың әйелі. Ал біз бұл тақырыпқа басқаша жағынан келдік. Жалпы бұл Содом мен Гоморра жаңа ізгілік пен зұлымдықтың, махаббат пен ғадауаттың, жақсылық пен жамандықтың, тақуалық пен азғындықтың, періштелік пен сайтандықтың ойлау жүйесіндегі сондай бір түрлі палитрамен жаңағы анау аңыздардың өзі тап Құрандағыдай болмаса Тәурат Зәбурдағыдай емес, солардың мүмкін бастары біріктірілген, кейбір жерлері басқаша қарастырылған аңыздар деп ойлаймын. Осында ақ-қараның арасы атты қорытынды бөлім бар. Сонда жаңағы сайтандар салтанат құрып, жаңағы жердің бетінен жойылған Содом мен Гоморра қаласы сол азғындықтың да түбі бір шегі болатынын, ол кәдімгі оның да өзінің жолы кесілетінін, адамзат ақшаның буына, болмаса шарапқа, зинақорлыққа, нашақорлыққа, осылардың бәріне лағнат айтатын кезең аңызда да болған, бүгінде бар деп ойлаймын. Сонда бұның мұндай енді бұл кәдімгі баршаңыз білесіздер оның тарихын. Жолсыздықтан жоғалады құт кейпің, иман нұры орнамаса санаға, ылығуы былығуы бітпейтін, онда бәрі Содом менен Гоморра. Енді өзім мысалы бұл жерде екі ақ түсті, ақ пен қараны мойындайтынымды айттым. Расында ақ пен қараны ажырата білу өмірдің басты мақсатыға жетудің алғы шарты болу керек. Ақты қара деп, қараны ақ деп білсе, ол адам нағыз соқыр, ғаріп, ғапыл адам болады. Оның астарында жақсы менен жаманның парқын ажырата білу жатыр. Хакім Абайдың жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп, енде көртің дегені осыдан туады. Осылайша өлең нүктемен емес, бір сұрақ белгісімен аяқталады поэма. Тас жауады, аулақ кетсең жарасып, ой мен сана айналғанда масылға, жаһандану кірді ме екен адасып, 21 ғасырға. Негізі инсаният пен сайтаният некесінен туған қош шаһар Содом мен Гоморра адамзат баласының жаңағы сонша бір қатты ойландыра алатын сондай дүние деп ойлаймын. Енді мынау өлең жазылады, енді адам өзінің кезеңдері келген кезде түрлі тақырыптарға барады. Мен енді осы жаңағы өлең туралы бөлімде сол туралы айтқым келген. Мына менің «Қара орамал» деген поэмам бүгінге дейін әлемнің 23 тіліне аударылды. Стокгольм қаласында Open Евразия деген поэмалардың байқауы өтіп тұрады. Сонда 17-ші жылы бәйге алды. Енді осы аударылғаннан бері ағылшын тіліне аударылды. Мына жерде мына кітаптың ішінде 16 тілдегі нұсқасы бар. Бұның суреттерін әлем елшісі Кәріпбек фамилиясы қалай еді? Күйіков салған болатын. Енді бұның ішінде жаңағы бұл да жаңағы Содом мен Гоморра секілді. Мұна біздің жерімізде өткен, бізге енді мынаның ішінде қазір біздің жерімізде өткен үлкен жаңа бізге осында менің мына жерде Рахымжан досым отыр. Біздерге кәдімгі біз көрген тарих жаңағы хатын қайғысы, Хиросима, Нагасаки айдалаға лағып кеткен. Енді біз өзіміз мысалы мынау осы Қарағанды лагері деген біз сол жерде өстік, сол Қарағанды лагерінде өстік. Соның мысалы мынау Алжир лагері туралы көбірек айтады. Әйелдеріміз, жаңағы аналарымыз көбірек отырғаннан кейін. Ал Қарағанды лагері деген лагер бұл сол кездегі КСРО-дағы ең үлкен лагерьлердің бірі болған. Сіздер Астанадан келе жатқан кезде Қарабас деген станцияға тоқтайсыздар. Сол лагердің қақпасы болған. Сол жерде 1,5 миллион адам осы жылдардың ішінде адамзаттың ең бір асылдары. Оның ішінде отырмаған адам жоқ. Жаңағы
сол қарап отырсаң біздің аналарымыздың айтпағанның өзінде жаңа Тұрар Рысқұловтың үйіндегі Әзиза апамыздан бастап, Гүлжамал апамыз, Бейімбет Майлиннің жары, Гүлбаршын, Сәкен Сейфуллиннің, ал бұлай адамзаттың күллі асылдары Қарағанды лагерінен өткен. Қарағанды лагерінен өткен. Сонда бұлар ана әлеуметтік зерттеушілер Қарағанды лагерін ең көп басқа қорлау лагерлерінің ішіндегі ең көп аман қалған тұтқындар Қарағанды лагері деп айтылады, көбірек аман қалған. Осы жерде біздің қазақ деген халықтың өздері жетпей жүріп, соншама соларға жағдай жасаған, анау соларға бір-біріне жағдай жасаған сыртта осылардың бәрін көруге болады. Сонда сол Қарағанды лагері туралы жазылды. Сосын осы бір шығарманың жолы болып кеткен секілді көрінді. Орыс тіліне ғана аудардым. Қалған 22 тілге өзінен өзі аударылып кетті. Сол бұл енді Қарағанды лагері туралы поэма қазір бұл альбом болып шықты үлкен. Қарағанды Карлаг лагеріне барсаңыздар көресіздер. Сол бұл жаңағы кәдімгі жаңағы КСРО НКВД лагерлерінің бас басқармасына қарасты қапастар мен түрмелерде жалпы саны 4 миллионға жуық сотталғандар отырса, солардың 1,5 миллионнан астамы Карлагтан өткен дейді. Жалпы ГУЛАГтың құрамында 61 лагер болса, Карлаг соның ең үлкенінің бірі. Жалпы бізде осы ашаршылық туралы, әсіресе осы Қарағанды лагер туралы бір жабық тақырып секілді, жабық болмаса да осы айтылмай келді. Айтылмай келді көркем әдебиетте. Жайық Бектұров ағамыздың Таңба ғой, Таңба романы. Оның өзі 30 жыл кешігіп шықты, 40 жыл кешігіп шықты. Таңба романын оқыдық. Осы шығарманы жазу барысында Солженициннен бастап Варлам Шаламовтың Колымские рассказына дейін осы түрме тақырыбы де осыны оқыдық. Енді сонда бұл мен осы бір поэма жаздым, енді бірақ осы маған біздің қаламгерлерге жазуға тиісті дүние деп ойлаймын. Себебі мен осы өзім жинаған кітаптарымды осыны кезінде енді марқұм Несіпбек Дәутаев ағамызға беріп едім. Аға, сіздің табиғатыңызға келетін секілді, мынау негізі диалогия, тіпті трилогия жазатын біздің жерімізде өткен ғой, мына кеше ғана өткен 50-60 жыл болды соңы біткеніне, 58 статьямен беріп едім. Енді ол кісі өтінелік көп кетті, сонша бір қуанып алып еді. Сол енді мен енді осы айтып отқаннан кейін осында мен бір өлең оқып кетейінші осы жерде. Енді көп сөйлей бердік. Ана Мамочкина моласы дейді. Мына осы бірнеше бөлімнен тұрады, соның бір бөлімі Мамочкина моласы дейді. Мен осы жерлердің бәрін көрдім. Бұл жерде адамзаттың небір адамдар отырды. Енді оның бәрін сіздер білесіздер. Немістердің де, басқа ағылшындардың да бәрі отырды. Анау Плисецкаяның шешесі, атақты биші, ол мына Мылқау киноның негізін салушы, Қарағандыда отырды. Бортман деген немістің атақты суретшісі Парижде көрмесін өткізіп 4 айдан кейін Қарағанды лагерінде Просторный деген Ағой деген жерде кашегар болып жүрді. Сол жерде Колчак ғашық болған Анна Темирова деген 21 жасар Питердің сұлуы ақын қыз Қарағанды лагерінде болды. Сонда қандай бір азаптаудың дүниесін көрген. Соны мен ана бала күнімде апайым Қарағандыда тұратын еді, каникулға барды ғой, жаңа ауылдың баласы. Сонда кішкентай, біз кішкентай 70 жылдардың басы, 60 жылдардың аяғы болу керек. Сонда бір бала есік алдына шығып, татар бала гармон тартатын. Басында топысы бар, қарайды, Карлагтың баласы дейді үлкен кісілер. Мен Карлаг деген адам бекен деп ойлайтынмын да. Содан енді кейін осы кітап шыққан кезде сол бар еді поэманың ішінде. Ең бірінші кітапты татарлар шығарды. Татарлар 2 поэма деген атпен, сосын жаңағы татардың қазіргі президенті өзі демеуші болып шығарды. Мамочкина моласы.
Бұл молада Карлаг тұтқындары әйелдер мен балалардың мүрделері жерленген. Зират Қарағанды облысы Абай ауданындағы Жартас кентінің аумағында. Карлагта ересектермен бірге халық жауларының балалары да мерзімдерін өтеді. Жаңа туған балаларды аналарына тартып алып, балалар комбинаттарына тапсырды. Оның да вақтысы бар, қақпасы бар, барактары және тікенек сымдары кәдімгі зонадан еш айырмашылығы жоқ. Карлагта осындай 7 мекеме болған. Мұрағат деректері бойынша мұндай үйлерде балалар өлімі өте жоғары. Мәселен, 41-44 жылдары 1924 бала, 50-52 жылдары 1130 сәби опат болған. Кім ол күннің обалы, балалығын ұрлады, қызықтарын тонады, ессіз ғасыр адамзаттың алдында жауап берген жоғалы, көкті кезіп кеткен кезде жырғысым, мен олардың танып алғам түртісін, Мамочкина моласынан естеймін, сақ-сақ еткен сәбилердің күлкісін, аңызақта арай тілеп күнсіген, көктемдегі көк шыбықтың бүршіген, Мамочкина моласына жеткенде сақ-сақ еткен сол күлкіден түршігем, сол маңайдан естеймін де тосын әнге қосыла алмай тосылам, Мамочкина моласының қасында сақ-сақ еткен сол күлкіден шошынам, сол дыбыстан шошынам, тайғақ кешіп тағдыр біткен тайғасын, аяр қоғам асырады айласын, бірігуге ұран салған сол кезде барлық елдің пролетары қайдасың, дыбыстарын жұрт кестіртпей былайғы, қарғамаяқ қоғамды да құдайды, Жартастағы Мамочкина моласы сақ-сақ етіп күледі де жылайды, қол бұлғаңдар сол сапарға ермеймін, саны келіп саны кеткен мен дейдің, сай сүйегім сырқырайды жоласам, енді қайтып бұл маңайға келмеймін, Жартастағы Мамочкина моласы. Енді осы өнер қоғам арасындағы байланыс дейміз, ол бүгінде оқырманның тіл табыса алып отырма, жоқ па, мына қоғамдық формациялар ауысқан кезде адам психологиялары басқаша жасап жатқан кезде біз кейде ойлаймыз, біз ұзақ екі дәуірді көрдік, екі түрлі қоғамды көрдік. Бүгінгі адамдардың жан дүниесі, оның жан дүниесіндегі жаңағы мездер, болмыстар, адамның табиғаты, әсіресе мына ұлттың табиғаты өзгеріп кетіп бара жатқан жоқ па? Енді ақын болғасын ойлайсың, одан кейін жалпы мынау қазақ өлеңі қайда бара жатыр? Қазақ өнері қайда бара жатыр? Біз енді осымен кәдімгі біздің ендігі алдағы ізденістеріміз қандай болады? Кеше біз анау ағаларымызды қатты жаттап өстік. Орыстарды да жаттадық, басқасын да жаттадық. Солардан әрқайсының өлеңі, әрқайсының мысалы, әрқайсының мына біздің қоғамға ғажап әсер етті. Мәселен, Олжастың арғымақтары шықты. Арғымақтар деген екі-ақ шумақ өлеңнен тұратын, далағандай, даладағы атқандай, нөсер шөпке белшесінен батқандай, құйғытсам бір далағала боладау, көз алдымда аунап бара жатқандай, арғымағым шығып желдің оқ тигендей асауғанға етіңе, арғымағым шығып желдің өтіне, мынау жол бірдеңе темір болат тұяқпен пергілеші жалтақ жолдың бетіне. Осылар біздің арқамызды қоздыратын еді. Жалғыз біздің емес, күллі қазақ қоғамының. Болмаса кешегі қадырлардың, жаңағы Қадыр Мырзалиев ағаларымызды мен сонша бақытты деп ойлаймын. 50 жыл бойы қазақ даласы Қадыр Мырзалиев болып жырлады. Шын мәнінде үлкені де кішісі де анау жаңағы ой орманы, бұлбұл бағы, дала дидарынан бастап, көкпар, домбыра болып, желмая болып кете береді ғой. Сол кітаптарының бәрін оқыды. Енді осы жалғыз Қадекеге байланысты емес, соларды бәрі өздерінің қоғамның алдындағы, әдебиеттің алдындағы, көркемдік кеңістік алдындағы міндеттерін атқарды. Мен ана Кеңшілік Мырзабектің «Боз бие» деген өлеңі, жаңағы боз бие, жаңағы тың көтерілген жыл,
ол үлкен бір жаңағы романға жік болатындай дүние еді. Кәдімгі қоғамға деген соншама қарсылық бар, тың көтерген жыл деп басталатын. Болмаса Сәкен Жүнісов ағамыздың Жапандағы жалғыз үйі. Енді осылардың бәрі кәдімгі біздің буынды, біздің ұрпақты, жалғыз біздің емес, сан буынды тәрбиелеп кеткен шығармалар болды. Олардың әрқайсысы біз солардың өнегесін көрдік, солардың соңына ердік. Сондықтан анау Хосе Артега Гассеттің адамшылығы аяқталған жерде ақындық басталады деп бір ой айтыпты. Бұл енді кейде адамның ойын сапырып, жаңағы неге ақындық аяқталған жерден деген бір ойға келесің ғой. Осы тұжырым жаңағы сезімнен безіну үрдіс емес, бір адамнан қашу емес, жалпы кез келген өнер, кез келген өнердің түрі кәдімгі адамның жаны үшін, адамның дүниесі үшін жасалады. Осында талай ақындар отыр, үлкен жазушылар отыр. Сонда адам, қаламгер, суреткер өзінің не жазып отқанын өзі біледі. Кез келген, менің ойымша солай, кез келген ғажайып сыншының өзі байқамай қалуы мүмкін. Ал сен шын дүние жасап отқаныңды, болмаса сәл халтураға барып отқаныңды білесің. Тек өлең деген меніңше ұйқас қана емес, оның ішінде адамның көзіне көрінбейтін ондаған, жүздеген сауалдар бар, сондай жұмбақ ғайып дүниелер бар. Менің әңгімемнің негізі енді осы жобада айтып шықсам деп ойлағам. Өнердегі енді түрлі абстракциялар бар. Мәселен, жаңағы Альфред Манесерердің -12 градус картинасы пішіншіл жасыл күлгін және қарадақтар аясында бір шаршылар мен үшбұрыштардың жиынтығынан тұрады. Микроскоп астында топырақ құрылымын елестететін солтүстік батыс ағысы картинасы да сол сипатта саналады. Енді мұндай бағытта қалам тербейтін авторлар адам болмысы мен көзқарасынан саналы түрде бас тартады. Енді бүгін біз постмодернизм туралы айтамыз. Оның өзі мысалы ең бірінші осы бізге осы соғыстан кейін ең бірінші осы модерндіге суретшілер барған. Енді біздің ұлтымызға, ұлтымыздың жанына, әсіресе әдебиетімізге ол қаншалықты жаңағы әсер етіп жатыр. Бүгінгі қазақ өлеңі, қазақ ойы, қазақтың көркемдік дүниесі қай бағытта кетіп бара жатыр деген ұғымда өмір сүріп жатырмыз. Енді мынау 19-шы өмірдің шындығынан алыс кетсе, өнердің де құны арзандайды деп ойлаймын. Негізі кез келген қаламгердің, кез келген суретшінің негізгі алатын нысанасы адамның өзі болу керек, адамның жаны болу керек, адамның табиғаты болу керек, адамның болмысы болу керек. Енді соған жаңағы оны қабылдау адамның жаңағы жанындағы, жүрегіндегі, сезіміндегі, болмысындағы дайындыққа байланысты. Мысалы, Алексей Толстой мынандай сөзі бар екен: сізді жазушыны дейді, елсіз аралға тастап кетті делік. Мәселен, соңғы күніңізге дейін қасыңызда адам көрмейсіз, және жазғаныңыз ешқайсы жарық көрмейді. Көрмейтініне сенімсіз дейік. Сіз сонда роман, драма немесе өлең жазасыз ба дейді. Жаңағы енді өзіңді өлейін деп жатсың. Осыдан кейін түсінбесең өзіңнен көр деген пікірдің тым үстірт екен. Бұған жұрттың бәрі жоқ деп жауап, көбісі жоқ деп жауап береді. Енді Лев Толстой ақиқат қашанда қарапайым, өтірік қашанда күрделі дейді. Мұнда да қарапайым ұғымды қарабайырлықпен жаңағы шатастырып алуға болмайтынын біздің ойшылдар қайталап айтады. Жаңа бұл ойда Абайдың қағида, шариғат өзгерсе де тағриф Алла еш жерде өзгермеді деген тұғырлы тұжырымы дәлел болады деп ойлаймын. Енді осы сондықтан біз бүгін жаңағы оқырман, автор, оқырман, жұрт арасындағы байланысты күшейту үшін де біздің әдебиетіміз, біздің
өлеңіміз, біздің көркемдік қазақ көркем ойын жасап жүрген осындағы біздің қанаттас, қаламдас әріптестеріміз осы тұрғыда еңбек ету керек деп ойлаймын. Менің жалпы бүгінгі лекцияда айтатын ойымның негізгі парасы осыған кеп саяды. Рахмет. Мен қояйын дегенім, сіз бағында да жатқа болсыз ғой. Сізбен өлең әңгімелескен сайын өлеңдерді жатқа оқу, бұрынғы өзіңізден бұрынғы буындардың бәрін кез келген жерде әңгіме барысында мындай шумағы бар ғой, мындай өлеңі бар ғой деп жатқа оқисыз да, осы қасиет қайдан жұқты сіз? Жылқы баққаныңызды білемін. Ораз қай кезде жаттадыңыз? Содан бір өзіңізге мысал ретінде бір екі өлең оқып берсеңіз, жаттаған өлеңдеріңізді. Мынау адамда, негіз ғылымда да бар, бір рифмический память деген болады екен. Жаңағы енді осындай жігіттер бар. Мысалы мен анда-санда Қайнар Олжай деген журналист бауырымыз бар ғой, менімен өзі құрдас. Қайнармен жолығып қалсам, екеуміз отырып өлең оқып жарысамыз. Кез келген ақыннан өлең оқып жарысамыз. Енді қазір сәл ұмытып қалатын болып жүрмін. Бірақ бұл менің осы істеген жұмысыма, қызметіме, осы өмір бойы жазушылармен жұмыс істедік қой, маған үлкен әсерін тигізді. Біз кезінде осы жаңағы жылқы бақтық, біз кеңістікте өстік. Ана Арқаның Бетпақ деген даласы бар деп Сәкен Сейфуллин айтқандай. Мысалы біздің ауыл, мен жылқышының баласымын. Біз 7 атамыздан жылқышы Біргебайдың Қызылы деген жылқының тұқымдары болған, соны баптаған, 300-дің астында шапқан. Бір айдалада бір 10 үй отырады, 5 үй отырады. Жылқышылардың үйлері кигіз үй. Ол елді мекендерден бір ең жақыны бір 100 шақырым алыс отырады. Содан біреу аттылы, біреу келе жатады, мына үстелдің бетінде теп-тегіс. Сол ана бір адам 30 шақырым, 40 шақырым жерден көрінеді, қарайып. Сол саған жеткенше сен анау адамдарды сағынасың, негізгі мәселе. Біз енді өлеңді мен қай уақытта жаттадым, ол маған керек пе, керек емес пе, сол мен көп ақындарды білемін. Тіпті қазір ойласам, соның бір-екеуін оқып берейін жарайды. Енді мәселен Сәбит Мұқанов ағамыздың «Шаталов менің жерлесім» деген өлеңі бар. Сәбеңнің ең соңғы өлеңі. Қызылжардікі ғой, Петропавлдікі. Бұл Шаталов космосқа ұшқанда Сәбит ағамыз қатты қуанып, жаңағы сырдың уақыты ғой енді. «Шаталов менің жерлесім» деген өлең жазған. Бұл Социалист Қазақстан газетінің бірінші бетіне жарияланған, енді заказ өлең болу керек. Қасымановтың жанымдай жақсы көрем өңгесін, тонымның ішкі бауындай менің де ұшты жерлесім, Владимир Шаталов қызыл жарлық бауырым, Тишкеңісті қопарып соқтырды Совет дауылын, жырақ жерде ұшып жүр, жұлдыздай аққан зымырап, советтік намыс үшін жүр, ерлігісі тімірақ, самға жерлесім, ұшқыштың өз бәрінен, бұл не деген ердесін, мекен табан ең әріден, қуанышпен қарсалар, отаның ұяң қызылжар, ақын ағаң жарсалар, деп сенде күнде қызыл бар дейді. Енді осындай өлеңдер, мысалы қазір ойласам, қалы неменеге жаттадық сол өлеңдерді деп ойлайсың. Сәбит Мұқановтың поэзиясынан қорғадым дейді ана жылы бір жігіт. Жолда кетіп барады, сосын осыны сұрадым мен. Соңғы өлеңін білесің бе дедім, ол ағып кетті. Сосын мен жатқа оқимын ғой. Сосын мен анау 71-ші жылы газеттің нөмірі бар миымда. Соны айтып ем, бәлен күннен кейін кешірім сұрап кетті. Сосын бір күні Тұрсынзада Есімжанов деген қазақтың ғажайып ақыны болған. Енді қазір айтылмай қалып бара жатыр. Ілиястың жерлесі кезінде бір сотталды, бір жаман жағдайға түсті. Содан мен Алматы партия мектебіне оқуға келем. Оның «Қабырға тал» деген кітабы болған. Ол кітап қазақ өлеңі үшін үлкен құбылыс болған кітап. Оның екінші кітабына Ғабит Мүсірепов балық сөз жазған. Сөйтіп жүргенде сотталып кеткен ол кісі. Сосын кейінгі жылдары көріп тұрам, адаммен араласпайтын болып қалды. Сосын өзімен өзі бильярд ойнап жүреді. Сен сөйлесіп көрдің бе, мысалы Алматыда жүргенде? Көрмейді, сөйлеспейді ол. Содан бір күні партия мектебінде оқимын, Абайдың алдында тұр екен, танимын, барып сәлем бердім. Ол ғажап ақын. Сосын сен маған өзімен байланысты, жаңа түрмеден шығып келген, өзі еңгезерді. Сен мені танып бердің бе, әлде жай беріп тұрсың ба деп. Сосын мен адам баласымен сөйлеспеймін, мына шалмен ғана сөйлесем дейді Абайға қарап.
сода мен сіздің өлеңдеріңізді жаттап өстік қой деп сөйттім. Сосын бұның өлеңдері ғажап. Мысалы Ілиясқа жазған өлеңінде мынандай шумақ бар: дүлдүл боп жаралғандай бүкіл еңсең, мәреден құлагерді күтіп еңсен, қазақтың маңдайына өлең бітсе, өлеңнің маңдайына бітіп еңсен деп. Сондай өлеңдерін оқимын ғой бастан бастап. Сол мысалы енді осындай ақындарды біз көп оқыдық, жаттауға болатынын да оқыдық, болмайтынын да оқыдық. Бір фамилиясы белгілі бір ақын ағамыз соғысқа қатысып Днепрде суға кеткен ғой. Днепрде мына идеология адамды жаңағы еселеніп жібереді ғой. Днепрге суға кеткен, соң кейін сол Днепрдегі соғысты бұл кісі өлең қылып жазып отыр ғой. Мысалы ана жан жақтан, аспандан, жерден оларды атқылап жатыр. Сөйтсе біздің ағамыз билеп жазыпты: қойып кеттім тереңге партбилетім төбемде, өзім өліп кетсем де партбилетті берем бе дейді. Яна сөйледі. Соны ойлашы енді. Анау атқылап жатыр, бомба тастап жатыр. Біздің ағамыз сарт еткізіп төбесіне партбилетті қойып енді. Ондай да өлеңдер болды.